Studio Melodia Records. Ассалаумағалейкум барша достар. Сіздердің құрметтеріңізге Yamaha PCR S және PCR нұсқаларында қалай стиль жазу, запись жазу түсініктемесін сіздерге айтамын. Yamaha PCR нұсқаларының барлық функциялары негізінен бірдей. PCR 1000 моделінен бастап соңғы шыққан PCR S 975-ке дейінгі шыққан Yamaha'лардың барлығының функциясы, атаулары негізінен бірдей. Одан бұрынғы 640, 740, 510, 520, 730, одан бұрынғы Yamaha'лардың запись жазу үлгісі басқаша болған. Мына соңғы үлгілердегі запись жазу кішкене біршама оңай болған, тағы да бір жеңілдіктері бар. Сосын көп өзіңіздің ойыңыздағы стильдерді жазуға мүмкіндіктері бар. Сосын барлық Yamaha'ларда, PCR нұсқаларында функцион деген болады. Яғни осы Yamaha'ның құрылымы ішіндегі функциялардың теңшейтін, құрылымын теңшейтін орын. Функцион деген. Осыны басқаннан кейін меню 1, меню 2 дейді. Екінші меню, екінші бетте стиле креатор деп тұр. Осыны басасыздар. Басқаннан кейін мұнда new стиле деп тұр. Сосын мына жерде Ray Clear деп тұр ғой. Яғни мына жерде барабан, екі барабандағы қате ұрылған барабандарды өшіретін кнопка. Мұнда тұрған Ray Channel деген мына тректерге запистерді өз ауыстыратын, яғни записті ауыстыратын орын. Мынаны басып отырып жазасыздар. Drum setup деген жаңағы барабандарды настроить теңшейтін орын. Мына екінші бетте, яғни басқа беттегі стильдердің записін, яғни тректердің көшіріп алып келетін орын. Үшіншісі Groove деген мынау динамик. Мына Groove жаңа стильдердің динамиктерін теңшейтін орын. Мына жерде төртінші беті Channel, бірінші бетінде Quantize бар. Жеке настроить етеді. Негізі көбінде Quantize арқылы ритмдердің тұрақтылығын теңшейтін орын. Үшінші параметр. Параметр жаңағы стильдердің әрбір тректегі параметрін теңшейтін орын. Edit деген жаңағы барлық звуктардың бір қалыпты жаңа тректердегі орындарын теңшейтін орындар ғой, тректерді. Яғни 16-лық тәкіт, 32-лік әрбір тректердің несін бір қалыпты динамиктерін реттейтін орын. Сосын new стиледен бастайық. New стиле деген, яғни жаңа стиле. Ray Channelді басайық. Басқаннан кейін барлық жаңағы стильдегі барлық нелер өшті. Яғни біз жаңа бет ашып, жаңа стильдерді жазамыз қазір. Бірінші барабан, екіншіге жазамыз. Өзіміз қалауымыздағы барабанды теңшейміз. Талды таңдаймыз. Таңдап алғаннан кейін ары қарай жазамыз. Жазудан бұрын мына жерде метрономды қосасыздар. Темпісін 100-ге қойып қояйық. Сосын мына жерде старт деп тұр. Стартты басып тұрамыз да сосын жазамыз. 1, 2, 3, 4. Сосын хейтті жазайық. Оны мына бірінші трекке көшірейік. Яғни Ray Channelді басып отырып, бірінші тректі бастық. Ауысты. Яғни бұны барабанын өзгертейік жаңа. Егерде осындай жазылып жатқан кезде
сіздің жаңа барабандарыңыз қате болған жағдайда мына жерде жаңа сіздерге айттым ғой, clear деп тұр ғой, осыны басып жаңа қате басылған барабандарыңызды өшіресіздер. Яғни басып тұрғанда clearді басып тұрасыздар, екі қайтты бассаңыздар міне өшті. Бұл жаңағы барлық PCR нұсқаларында осындай өшіру несі бірдей үлгілері. Қайтадан жазайық, метрономды қосайық. Так, жазылып болды. Енді бұны біз ары қарай реттейміз. Қалай реттейміз дегенде, жаңағы 4-ші бетте quantize деген бар. Осы арқылы реттейміз. Яғни мына жерде жазылып тұрады, қай беттегі, қай тректі жаңа quantize арқылы реттеу. Мына жерде мынаны бассаңыз, бас shower 2 деп тұр, бас ритм 1, ритм 2. Яғни осылар жеке-жеке quantize'бен мына 16-лық тәкітте мына X битте дегенді бассақ, бұл автоматты түрде жаңағы нені реттейді. Ритм 1-де барабанды реттейміз. Сосын ары қарай бас жазамыз. Бұны да реттеп аламыз. Естеріңізге сала келсек, жаңағы стиль жазатын кезде басты додан жаздық. Екінші, сосын 4-ші тректі жазайық. Оны яғни до мажорда жазамыз. Сосын ары қарай екінші 5-ші трек жазамыз. Тоже до мажорда жазамыз. Бұны quantize'бен екеуін дұрыстаймыз. 6-ші патты жазамыз. До мажордан жазамыз. Мына жерде такт сандарын реттейміз. Екі тактке қойсақ, X бит басқаннан кейін екі тактке өзгереді. Жаңағы патты көп жағдайда екі тактте или 4 тактте жасақ дұрыс болады. Өшіретін кезде естеріңізге болса, мына делетені басып, төбесін бассаңыздар, жаңа қате басылған жаңағы не өшіріледі. Делете деген өшіру деген мағына. Жазылды. Бұны жаңағы quantize'бен реттейік. Сосын ректі өшіргеннен кейін біз жаңағы миксер деген бар. Миксер деген осы тректердің жаңағы өңдейміз. Яғни мына жерде соң стиле деп тұр, мультипат
микрофон, звуктардың бірінші, екінші тректердің дауысын көтеріп түсіретін. Вол деген мағынасы жаңағы осы стильдің дауыстарын жаңағы теңшейтін орындар. Фильтр деген жаңағы дыбысты ашық, жаңағы жоғарғы төменгі дыбыстарын, яғни высокий, низа дыбыстарын теңшейтін орындар. Эффект беретіні мынау да тоже жаңағы эквалайзер. Сосын біз жаңа стильді реттеу үшін миксерді бірлес басқан кезде бізде мына стильдердің жаңағы тректердің несі шығады. Барлығы 100-де тұр. Бұны біз жаңа тыңдап отырып дауыстарын басамыз. Бізде қазір падтың дауысы жоғары болып тұр, фонның дауысы. Мына үстіңгі жағындағы, яғни каналдарға, осы каналдарда мынау сол жақ және оң жақ колонкаға дыбыстарды бөлуге болады. Екі жаққа бөлінді. Бұны енді 20-да 20-ға қойық. Әркім енді өзінің дыбыстарының настройкасына байланысты. Сосын эффектте бірінші холл, яғни жаңғырық. Бұл жаңғырықты 20-ға қойсақ. Екіншіде тұрған, яғни бұны мына жерден басу арқылы жаңағы өзіңіздің эффекттерін теңшеп аламыз. Яғни дейлайтер. Көрдіңіздер ме? Дейлайларды өшуден реттейміз. Детал деген жерде жаңағы дейлайлардың жаңағы аралықтарын өлшейміз. Яғни төрттікке, екілікке, арқалай ритмге байланысты өзгерте береміз. Мына жерде темпі деп тұр. Бұл яғни жылдамдықтың, ритмнің жылдамдығына байланысты жаңағы дейлайлар шығады. Сосын 120-ға қоямыз. Бұны сақтау үшін сақтап аламыз. Яғни сәуе деген сақтау. Басып, мына жерде усер деген осының бос орны деген сөз. Екінші VSP1 деген, яғни сіздің жеке флешкаңызға жазасыз деген сөз. Сәуе басып арқылы атын жазамыз. Пока демо деп қояйық. Сосын ары қарай біз жаңадан бері жазылған А бетке жазылды. Енді осы А беттің переходтарын жазамыз. Яғни оның атауы біз бағана main A-ны жаздық. Енді осы fill in A деп тұр ғой. Осы переходтарын жазамыз. Яғни сіздерге жаңа екінші бетте басқа беттің ритмін көшіріп әкелетін орын дедік. Яғни біз жаңа жазылған ритмдерді осылай көшіріп алып келуімізге болады. А беттегі main A'да.
Аға жөткейміз міне. Басты да жөткеп алып келеміз. Сосын 4-ші тірек, 5-ші тіректерді фонды да алып келеміз. Патта. Сосын жаңағы квантизбен настроить етеміз. Мынаны ең соңына қоямыз. Сохранить етеміз. Демо. Окей. Есті басамыз. Сохранить етіледі. Осылайша А беттің ритмін жасаймыз. Яғни ритмін тездесек. Осылайша сіздерге қысқаша түсінік бердім. Каналға тіркеліп, пікір жазып қойыңыздар. Рахмет. Сіздермен бөліскен Ершат Болатұлы.